Мың бір кәсіп радио хабары. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Азан Атырау радиосының эфирінде мың бір кәсіп бағдарламасы. Студияда мен Жандос Темірғали. Бүгін біз оқушылар тасымалы туралы сұхбат өтеміз. Кәсіптің нағыз кілті осында екен. Ол үшін студияға кәсіпкер Салауат Дүйсенғалиев шақырып отырмыз. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уалейкум. Бұл енді шыны керек мектепте барлығымызды жаңа тасымалдайтын автобус жүргізушілері болды. Бірақ біз оны табысты кәсіптің кілті екен деп қараған жоқпыз. Бала көңіл. Өзіңіз айтып берсеңіз, осы кәсіп түрімен қалай айналысып жатсыз? Қашан басталды? Қайтып келдіңіз? Содан бастасаңыз. Рахмет. Өзімнің жекеменшік автобусым бар. Сол бойынша осы биылғы науқан бойынша балдарды мектепке тасу науқаны жұмысқа кірдім. Жекеменшік мектеп өзі биыл осы Атырауда ашылған. Өзім автобуспен сол балдарды тасып үйлерінен алып, өзім маршруттарым бар. Өзім маршруты бойынша менікі сол өзімнің ауыл Тасқаладан басталады. Сосын Көкарна, Құрсай, Бодник деген ауылдар, сосын қаланың іштерін жинап келу. Менің тапсырылған бойынша алып келетін жұмысым сондай. Сосын оларды, оқушыларды үйлерінен алып шығып, ата-аналарына қабылдап алып, мектепке апарып тапсыру. Сосын қайтып кешке жинап, үйлеріне апарып, қайтып ата-ананы тапсыру менің жұмыс міндетім негізі. Өте жауапты жұмыс екен. Қадірлі тыңдарман, анықтама болсын. Бағдарлама кейіпкері Салауат ағамыз облысымызда жоқ қызмет түрін әкелген Happy Buzz бизнес жобасының жетекшісі. Жалпы алғашқылардың бірі болып, дәл осы жобаны облысқа енгіздіңіз. Кәсіп көпке танымал мектеп оқушыларын тасумен, жаңа өзіңіз айттыңыз, айналысады деп. Жалпы осы кәсіпке келуге не түрткі болды? Осы кәсіпке түрткі болған себебі өйткені мен өзімнің жекеменшік автобусым болды. Сосын осы адамдар айтты, осындай мектеп ашылып жатыр, осындай жерлерге жұмыс бар деп. Сосын мен ол мектептің байланыспен шықтым. Әділет деген жігіт бар екен, ұйымдастырушы мектептің өкілі ретінде. Сонымен жолықтым. Осылай деп ол түсіндіріп маған айтты. Сосын онда мені жұмысқа осылай тіркеуіңізді сұрадым. Жақсы деп осылай мені қабылдады. Басында қиын болған жоқ па? Қанша дегенмен балалармен жұмыс енді оңай емес қой. Басында енді қиындық болды. 3 күндей ме, 4 күндей ме болды ішінде. Қалай болды адаптация? Адаптация болғанда оны бірінші әдірістерін жаттап алу керек болды, дұрыстап. Маршруттарды жаттап алу керек болды, оңай жолдарын қарау керек болды сосын маршруттарды. Бірінші былай жүргенде қиын жолдар болды, сосын барып үйлерінен алып кететін жолдар болды, сосын ең соңында үйрене келіп, үйінің қастарынан кәдімгі үйінің алдына келіп алып кететін жағдайға жеткізді көшім. Былай алғанда. Қазір сондай ата-аналары да қазір жақсы немен құрметтеп, өздері қарсы алып, балдарын алып шығады, қайтып қабылдап, сондай жақсы нелер отношение жүріп жатыр. Қазір енді әбден төселіп алған шығарсыз, Иә, төселіп алдық. Сол маған айтады, сіз өзіңіз болыңызшы, мен бір водитель жалдайын ба деп едім, орныма жоқ, сіз өзіңіз жүргеніңіз жақсы еді, бізбен солай үйреніп кетіп едік деп қайта мені жібермеуге тырысып жатыр енді. Ұнады деген сөз ғой. Иә, енді ұнады ғой, сондай жағдай сол. Балалар енді жақсы көңіл күйде шығар, Балалар енді жақсы көңіл күйде, өйткені біріншінде кішкене шаршау болды балдарда, үйрене алмай, оларда енді таңертең апарып тастайсың, сосын кешке алып келесің ғой. Сосын соған үйрене алмай, кішкене келатырғанда ұйқы қысып, сондай жұмыстар болды. Бірақ артынан оларда үйренді. Жақсы үйреніп, сосын мен сұраймын, олармен сөйлесем, қалай мектеп қалай ұнап жатыр ма деп. Ұнайды деп айтады өздері. Енді ұнағанда оларға бір жақсылары апарып оқытады, сосын ертеңгі тапсырмасын береді, сол жерден қайтып оқытып жібереді. Оқымайды, үйлеріне келгенде уже дайын болады деген сөз ғой енді. Ертеңгі сабағы дайын уже. Ата-аналар қалай қабылдап жатыр? Ата-аналар жақсы қабылдап жатыр. Ата-аналар жақсы. Неше балаңыз бар? Менде қазір 30-дың үстінде бала тасымалдаймын. Санап қарасақ, бір сыныптан көп. Бір сыныпта 25 бала отырады десек, 30 бала дегеніңіз енді 30 үйдің еркесі ғой. Ең солай ғой. Бізде қазір жүріп отырған үлкен автобустардан 9 автобус бар, сосын шағын 4 микроавтобустар бар. Сонымен түгел 400 баланы тасымалдау несімен айналысып жатыр біздер. Біз әрбір кәсіпті бастаған кезде, қарапайым бір үйдегі наубайхананы ашқан кезде, шағын мемлекеттен қолдау күтеміз. Дәл осы бұл да енді қоғамдық көлік қой. Қоғамдық көлікті қызметке қосарда мемлекеттен қандай да бір көмек алдыңыз ба? Жоқ, о жағынан мен көмек алған жоқпын, бәрі өзімнен бәрі. Ондай ештеңе алған жоқпын, өзімнің жеке кәсібім, сондықтан мен ондай үкіметтен пока ештеңе алған жоқпын. Ойыңызда бар ма? Мүмкін субсидия алу деген сияқты? Негізі алу бар енді, сондай бір жақсы нелер үкімет маған көмектессе, мен жақсы бір сондай техникалар алып, сондай недеге осындай жерлерге жұмыс жасауға негізі жақсы орындар болады деп ойлаймын. Өзіңіз қазір еңбеккерсіз.
өзіңізді жұмыспен қамтып отырсыз. Өзгені жұмыспен қамту ойыңызда бар ма? Сіз енді бұл кәсіптің дәмін таттыңыз ғой. Енді солай ғой. Мен өзім қазір автобус деймін, еще тағы да өзімнің басқа да машинам бар. Машина тасуында эвакуатор деген. Сонымен 2 жұмыс атқарып отырмын осы жерде. Ал мен қазір тағы шөпір алсам ана автобусыма, сонда адамға айтып жұмыс тауып беруге тырысамын ғой барынша. Тағы да бір автобус алсам, тағы да шөпір тауып беруге тырысамын. Сосын мен өзімнің басқа жеке немен жүре беремін ғой. Сөйтіп адамдарды жұмысқа тартуға да болады негізі. Жеке қаржыңызды санаудан аулақпыз. Бірақ қалай мына тауып жатқан кәсібіңіз, табысыңыз, өзіңіздің шығындарыңызды өтеп жатыр ма? Табыс көзі мөлшері қандай деген сұрақ қой. Көбіне мотивация болсын. Жоқ, оның ештеңесі жоқ, болады. Өйткені мен қазір осы таңда жүріп отырғанда табысым жақсы. Өйткені қазір мынау менде машинамыз дизельный машиналар ғой, бізде жүріп отырған кілең. Отын қымбат. Отын қымбат. Сондықтан мен қазір мына осы жүргенде 2 машинамен атқарып отырмын. Эвакуатор деген бар менде. Ода дизельный машина. Сонымен бұзылған машиналар тасимын қалада. Тұрып қалмау үшін біреулер нетеді, әлгі қалада үшін пробка жасамауға тырыстырамын барынша. Соған тездетіп барамыз, біздер скорость сияқтымыз, біздер жетіп барамыз. Иә, сондай. Сонымен екінші машинаны да дизельмен атқарып отырмын, шынын айтқанда. Сонымен әйтеу бір-бірінің жауып, ыңғайын келтіріп, өзінің жолдарын жауып отырық. Керемет, мықты система. Сіздің қызметте баланың көңілін табу бірінші орында сияқты меніңше. Осы уақытта қалай жұмыс жасап келесіз өзіңізбен? Балдар енді шынын айтқанда менде алдында бір шөпір аламын дегенде балдардың өзі шулап қоя берді. Аға, өзің жүре беріңізші, сізге үйрендік. Сіз жақсысыз деп қойып. Жоқ, мен кетем, мен басқа шөбін етем десем. Жоқ, аға, сізден басқа ешкім керек емес деп. Сондықтан балдардың көңілін тапқан сияқты болды. Балалардың тілегі биік қой қашанда. Енді солай ғой. Олардың қалауынан шығу, олардың сұранысын қанағаттандырудың өзі бір үлкен күш сияқты қазіргі заманда. Балаға көп нәрсе ұнай бермейді. Солай, иә. Қазір енді былай қалғанда мұлардың балдардың қазір жағдайлар жақсы. Барады, сабақтарына үйлеріне алып кетіп отырмын. Каждый үйлеріне апарып тапсырып берем. Оқуын оқып келеді. Көңіл күйлері жақсы. Айту шаршамай жүріп отыр деп ойлаймын. Бастысы үйдегі ата-ана балам итке қабылып қалған жоқ па, көлікке ұрынып қалған жоқ па, біреу тиіскен жоқ па деп алаңдамайды. Біріншісі қауіпсіздік, оны мойындау керек. Екіншісі ата-ананың көңілі тыныш болады. Қазір алаң ғой енді көбі. Көшеде ит көп деген сияқты мәселе. Бұл ретте бұл үлкен бір қолдау сияқты. Осы ретте сұрағым келіп отыр. Жаңа оқушылар деп қалдыңыз. Бұдан өзге балабақша бүлдіршіндерін тасымалдау жоспарда бар ма? Бизнесті ұлғайту жағын сұрап отырмын мен. О жағын ұлғайту да бар, есепте бар. Мен өзім ойлап тұрмын, сондай бір 3-4 техника алып, водительдер алып, үлкен гараждар салып, жылы гараждарға қойып машиналарды қыстың мезгілінде тоқтап қалмайды, жетуге ойым бар негізі. Бір жағынан енді үкіметтен бір көмек болса, тезірек болады. Енді көмек болмаса, ол жайлап болатын нәрселер ғой деп ойлаймын енді. Өзім ойымды. Осы кәсіпті бастағысы келетін тұрғындарға қалай деп кеңес берер едіңіз? Нені ескеруі тиіс? Неден аулақ болу керек? Ниет болу керек. Ниет етіп, осылай жұмыс жасаймын деген ниет болса, бәрі де өзі орындарына келеді. О жағынан қорықпау керек, ниет етіп шығу керек, жұмыс жасау керек, бәрі ыңғайын табуға, тырысуға болады бәрінде. Өзі Құдай береді, ыңғайы келсе, сондай ретімен өзі реттеледі. Одан сөйтіп жұмыс тауып, көздерін ашуға да болады. Әргі адамдарға да жұмыс тауып беруге де болады. Қалауын тапса, қар жанар дейді ғой қазақ. Иә, сондай жұмыстар ғой енді. Тек осы автобуспен жүресіз бе енді алдағы уақытта? Иә, осы автобуспен де жүремін. Үйренгенім осы автобус дейсің? Иә, осы автобус. Сосын тағы да эвакуатормен де банағы машина тасымалдау бар менде. Тек машинамен ғана болашағыңыз елестесе? Сондай техникамен сол жағынан мен қазір осы таңда менің жүріп отырған жұмыстарым. Бұл жобаны шетелдің тәжірибесін көру арқылы әкеліп отырсыз ғой енді. Жобаның дүниеге келуіне себеп болған жайт бір оқиға болды ма? Сіз қараптан қарап үйде отырып мысалы, міне осыдан бастайынша бастаған жоқсыз. Міндетті түрде бір нәрсе түрткі болады. Менде бұрын газель деген болды, менде газель әлі бар, бортовой газель бар. Сонымен тасымалдау болды менде. Жүк тасу, анда апару, жеткізу, сондайлар болды менде. Ол әлі кәсібім, ол кәсіп те бар менде. Сіз ұмытып отырған кәсібіңіз көп сияқты. Мен сондай көмектер болды, халыққа жеткізу, апару, жеткізіп беру бәрі. Ол жұмысты жүріп жатыр ол да. Ода арендада сол машинам бар, негізі жіберіп қойдым, отыр, сол жігіттер бар, жұмыс жасап жатыр оғанда. Қызық. Атырауда тағы қандай проектілерді ашуға болады деп ойлайсыз? Қандай бағытқа сұраныс бар? Жеке кәсіпкерлерге айтар бір ақылыңыз. Сіз осы кәсіп дейтін ұғымға еніп кеткен адамсыз ғой енді.
жаңа айтып отырсыз, бұны тіпті мен ерте кезден бастадым, газелім бар, эвакуаторым бар деген сияқты. Автобус бұл шырқау шегі болды дегендей әңгіме айттыңыз. Енді кәсіпкерлерге өзінің қалаған мамандығы бойынша жұмыс жасасын деп айтамын. Енді әркім әртүрлі ғой. Енді мен мысалы техникамен айналыссам, басқалар енді басқа кәсіптері бар, сонымен айналысқан дұрыс қой. Енді өздері айналысып, жағдайларын дұрыстап, халыққа да сондай жұмыс тауып беріп, бір-бірімізді демеп жүрсек, енді нұрдың үсті нұр ғой деймін. Сондай жақсылық жолдары ғой деп ойлаймын енді. Бұл кәсіп дегенде бір мамандық сияқты, иә? Өйткені адам өмірде мамандықтан, жар таңдаудан қателеспесе, болашағы жарқын болады дейді. Мамандықтың кілті кәсіпте жатыр. Ал кәсіпті қазір мамандықсыз игеретін адамдар бар. Мысалы, сіз балаларды тасуды ешбір колледжден, университеттен оқымаған шығарсыз. Бұл өмірлік тәжірибе ғой. Көлікті дұрыс меңгеруде жатыр да астары. Сұрағым келіп отырғаны, кәсіпкерді көрсететін 5 қасиетті анықтап айта аласыз ба? 5 қасиеттері ол шексіз болар мүмкін. Ол шексіз болар енді, айта берсең. Енді мен есіме қазір келіп отырған жоқ енді қатты ондай. Кәсіпте не керек алдымен адамға? Адамға енді кәсіпте бірінші ниет керек, бірінші қаражат керек, екінші сосын жағдай жасалу керек. Сондай жағдайлар болу керек қой енді. Былай алғанда енді бірден қазір ештеңе жоқ болса, кезде қиындау енді жұмыс бастап кету ол деген. Алдымен бір инвестиция болу дейсіз. Иә, алдын ала бір сондай бір жағынан бір подрядчик болса, бір жағынан бір может өзінің сондай жинағың болса, кішкене енді оған енді жылдар өтіп қалады деген сияқты енді сондай өзің жинағыңмен енді. Ал енді қазір үкіметтен беріліп отырған субсидия дей ма, сондайлардан берсе енді, онда жақсы болады, нұрдың үсті нұр болар, тезірек бастап кетуге, ойланбай. Қазір мына қоғамда мынандай кәсіпкерлер бар, мен нөлден бастадым дейтін. Сіз соған сенесіз бе? Бұл миф па әлде шындық па? Жоқ, ол шындық. Өзімде сол нөлден бастадым, өзімде солай ғой мен. Маған ешкім үкіметтен ештеңе алған жоқпын. Мен өзім нөлден бастап өзімнің жұмысыммен солай атқарған жігітпін негізі. Тыңдармандарға тілегіңіз болса? Енді армандарға тілегім енді осы тыңдап отырған барша радио тыңдаушыларға көп рахмет. Аман болыңдар. Осындай өздерің кәсіп жасап, жұмыс жасауға үйреніңдер деймін. Алла тағала берекесін береді. Сондықтан үкіметке қарамай өзіңіздің кәсібін жасауға тырысқан жақсы болады деп ойлаймын енді. Қазіргі таңда. Қазір заман сөздің емес, істің заманы. Иә, солай. Сондықтан білек сыбана кірісу керек дейсіз. Иә, солай кіріскен дұрыс болады. Сізге рахмет, уақыт бөліп келіп, өзіңіздің табысты еңбек жолыңызбен бөліскеніңіз үшін. Кәсібіңіз берекелі болсын, табысты болсын. Балалардың, халықтың алғысына бөленіп жүре беріңіз. Қадірлі тыңдарман, біз бүгін тамаша кәсіп иесінің табысты жолымен таныстық. Эфирде қайта тілдескенше аман болыңыздар.